Қазақ тілі сұлулығымен бой балқытып, тамыр шымырлататын, жан жиенді жандандырып, құлақ құрышында қандыратын, өткірлігімен қысылаян тұста ер мен елге бірдей медет беріп, адам түгіл жағдайдың өзінің аузына құм құятын ғажайып кемел тіл. Олай болса, ауыл тұрғындарының қазақ тілінің қазіргі қоғамдағы рөлі жайлы ойын тамашалайық. Сәлеметсіз апа, қалыңыз қалай? Жақсы. Сіздің қазақ тілінің қазіргі қоғамдағы орны жайлы ойыңыз қандай? Өте дұрыс, жақсы деп есептеймін. Қай ұлт болмасын, қашанда өзінің ұлттық дәрежесін сақтау керек. Қай шаруада болсын, салт дәстүрде болсын, басқа қоғамдық жұмыстарда да болсын, қазақтың өзінің қазақ екенін көрсете білу керек. Сол, басқа не айтайын? Жақсы, рахмет. Сәлем. Сәлем. Атың кім? Қымбат. Қазақ тілі жайлы тақпақ білесің бе? Иә. Айта қойшы. Өзге тілдің бәрін бір, өз тілінде құрметте. Ой, молодец, рахмет. Сәлем. Қазақ тілі жайлы өз ойыңды айтасың ба? Қазақ тілі ол біздің ұлттық тіліміз, ана тіліміз. Қазіргі кезде қазақ тілін көп жастар орыс тілімен алмастырып жатыр. Мен ойымша ол дұрыс емес. Себебі ол біздің ана тіліміз болғасын, өз ана тілімізде сөйлеген дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Қазақ тілі ғажап тіл. Оның болашағы да ғажап. Осындай тамаша тілдің бүгіні мен ертеңі сіз бен біздің қолымызда. Қазақ тілі. Бабамның тілі. Баламның тілі. Сөйле қазақ тілінде, ғажап тілінде, атың озған азат күніңде. Ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде. Қазақты бірге, қазақтығың қазақ тілінде, ғажап дініңде.